Екі баланың анасымын. Мұнда үлкен, өмір көрген кісілерде отырады екен. Ақыл сұрағым келеді, деген хатты көзім шалып қалды. Ашып оқыдым. Амандық, саулықтан соң әңгіменің тігісін тарқатып шетін сөктім. Жағамды ұстадым. Астағфируллах, біздің қоғамда ондайда болады екен-ау дедім. Бұл әңгіме жай әңгіме емес. Кеңес сұрап жазып отыр кейіпкер. Сондықтан мұқият тыңдап жөн жоспарын сызуға шын ат салыссаңыздар екен. Әрі қарай кейіпкердің хатын айна қатесіз жазамын. Оқырман хаты. Өзім Шымкенттің қызымын. Толыққанды отбасында тәрбиелендім. Мен 4-ші сыныпта оқып жүргенде әкем қайтыс болды. Жасым 17-ге толғанда анам Астанаға әпкемнің қолына жіберді. Өйткені Шымкентте алып қашу өте көп. Оқуымды 2 қалада жүріп аяқтадым. Әпкемнің жағдайы жақсы еді. Оның қолында шағын дүкенде жұмыс істедім. Былай айтқанда тоқшылықпен баршылықта өмір сүрдім. Осылай жүргенде 2019 жылдың басында күйеуіммен таныстым. Ауылдың қарапайым баласы, менен 6 жасқа үлкендігі бар. Сырт келбеті келіскен жігіт. Бірақ отбасы жағдайына байланысты мектептен соң жоғары оқу орнында оқымаған. Өзі сондай еңбекқор. Содан болар құрылыста жұмыс жасап қара еңбекке ерте үйренген. Алдында ағасы, әпкесі және өзінен кейін қарындасы бар. 8 айдан соң әпкемнің қарсылығына қарамай тұрмысқа шығып кеттім. Шын сүйдім. Сыйладым, құрметтедім. Қуанышыма қуаныш жалғаған Алла 1 айдан соң ақ құрсағыма сәби сыйлады. Тұңғышыма аяғым ауыр болды. Ол кезде біз бөлек Астанада тұрып жатқанбыз. Тойымыз болды. Бар қиыншылық, ұрыс-керіс осы тойдан соң басталды. Өйткені мен істеп жүрген дүкенде туысқан әпкем де істейтін. Тұрмысқа шыққан соңда сол жерде жұмыс істеп жүрдім. Әпкем, қайынсіңлім 4-еуміз пәтер жалдап тұрдық. Мақтанғаным емес, мен шыққан әулет ауқат деді. Тойымыз төркінімнің тарапынан жақсы алтындар түсті. Бірге жұмыс жасап жүрген туысқан әпкем мынанша қарызым бар деп қоймағасын барлығын өткізіп жібердім. Күйеуім соны әлі күнге бетіме салық қылып келеді. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Қанша жерден туыс болсақ та ақша ара қатынасты бұзады екен. Періште алтын көрсе жолдан таяр деген осы шығар. Карантин басталатын болған соң күйеуім ауылға алып келді. Абысыныммен бір қара шаңырақ астында тұрып жаттық. Басында бәрі жақсы еді. Кейіннен абысыным санасуды бастады. Күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындаған еді. 1-2 рет басым айналып құлап қалғаным бар. Ата-енем де жақсы болып жүрген. Әттең ай, дәл осы жерде пауза басып өмірімнің соңына дейін сол қарым-қатынас бекітілгенде ғой. Алайда олай болмады. Қызымды босанып келген соң абысыным төркініне кетті. Енем ауырып қалды, 1 рет босанып тұрған соң көп нәрсені білмеймін. Сонда да амалдап барлығын өзім істедім. Таңертең тура үйдегілер шай ішетін уақытта қызым жылап емгісі келетін. Осыдан кейін қайната мінезін шығара бастады. Баста бізде бөлме болмады. Залда жататынбыз. Күйеуім екеуміздің ылғи ұрысымыз осы зал үшін болатын. Өйткені еркін жата алмайтын. Үйде қайнатам, ағам бар демекші. Одан қала берді атам, өз үйіме кіре алмай қалдым деп сөйлейтінді шығарды. Жынына жақпаса бәрімізді боқтайтын еді. Менің әулетімде келінді, күйеу баланы ерекше құрметтейді. Мынадайды көріп шок болып қалдым. Енем, атаң боқтай береді, мән берме дейтін. Жарайдыға салып үндемей жүретін болдым. Нағыз сойқанмен 2-ші баламды босанған соң басталды. Абысыныммен арамызда, енемде, күйеуім, қайнатамда 2 жыл ішінде жүйкемді тоздырғандары бөлек әңгіме. Ең сорақысы, енем қызына 1 айға кету керек болды. Мен қайнатаммен абысыным, ол кісі таңнан кешке дейін жұмыста, бала шағасымен қалдым. Өзім босанғаныма 20 күннен енді асқан едім. Қайнатам 10 күннен соң қылық шығара бастады. Түнде бөлмесінің есігін ашып қойып іш киіммен жататынды шығарды. Одан кейін беліммен түртпектейтінді шығарды. 1-2 рет ескерту беріп күйеуіме айттым. Айтпақшы, ол кезде күйеуіммен қайнаған басқа қалада еді. Содан ондай қылықтары күн өткен сайын көбейе берді.
Мән бермедім, бір жағынан сүйген жанымның әкесі, қызымның атасы, үндемей жүрдім. Үндемегенім үлкен қателік болған екен. Жалғасы келесі постта. Бір күні шыдамай, енеме айтқан едім, ол кісі үндемеді. Бірақ көзінен өшпенділік белгісін көрдім. Әйел заты түсінемін ғой. Енем келген соң да қоймады. Ең сорақсы ыдыс аяқ жуып жүргенмін бір күні. Әрі-бері жүріп қайнатамның жатысына көзім түсіп кетті. Масқара маған қозып жатыр. Тіпті жылағым келіп кетті. Енеме айттым, тағы да не болыпты деген сөз естідім. Шарасыз үндемей кетіп қалдым. Қатты қорландым. Күйеуіме жылап тұрып бәрін айттым. Түнде туалетке шығудан қалдым. Қарамай өтемін. Бір күні түнде шыдамай далаға шығуыма тура келді. Бір жағынан мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын деп бірінші қарап алып шығатын болдым. Мен шығып жатқан кезде көрпе жамылып жатады, қайтып кірсем ашып тастап көрдің бе дегендей жатады. Ол қылығын ашықтан ашық істей бастады. Енем мән бермейді. Анама айтайын десем жасы келіп қалған. Күйіп болмайын деп жүрмін. Бір күні қайнатам, еміземін деп залға кіргізбейсің, күнде көріп жүрген нәрсеміз ғой, ашық емізе бер деп отыр. Шынымды айтсам, мынадай сөз күтпедім, сасып қалдым. Сіз не деп тұрсыз деп дірілдеп ұрсып бердім. Түн баласы шошынатын болдым. Ұйқым қашты. Бір жағынан қорқып жатамын. Содан күйеуіме еріксіз еңіреп бәрін айтуыма тура келді. Күйеуім билет алып жаныма кел деді. Қуанып жинала бастадым. Кететін күні түнде кеш жаттым. Заттарымды жинап сыртқа шығайын дегенмін. Аяғымды жай басып қарадым, бөлмесіне, үстіне көрпе жамылып жатыр. Ұйықтап қалған екен ғой деп далаға шығып кеттім. Қайта кірсем, масқара тұрған орнымда қалшылдап кеттім. Қайнатам тыржалаңаш жатыр. Тез өтіп кеттім. Қорыққанымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Күйеуіме жеткен кезде ол мені сол күйі түсінбепейі. Көзқарасымен сөзінен байқадым. Мен оған жан айқайымды жеткіземін деп әлекке түстім. Арамыздағы ұрыстың басым бөлігі атам туралы еді. Ұйықтап жатып есіме түсіп кетсе дірілдеп қорқатынды шығардым. Еркек атаулыға деген жек көрініш сезімім оянды. Күйеуіме деген махаббатым құрдымға кетті. Бір-екі рет айтқан едім, өзің қылмыңдаған шығарсың деген сөзді естідім. Төбемнен жай түскендей болды. 2 балапаным үшін ғана отырмын. Қазір бөліп тұрып жатырмыз. Бірақ күйеуім ауылға барамыз десе кірпіше жиырыламын. Мүлдем барғым да, көргім де келмейді атамды. Енеме айтқанда қарамай жүр деген сөз естідім. Ешкімнен қайран болмады. Ең соңғы әрекетін енем білмейді. Дәл қазіргі уақытта менің өмірім қорқынышпен өтіп жатыр. Ауылға барған күнде де менің ол кісіге деген сыйластығым қалмады. Ұмыта алмай жүрмін. Тіпті сол үшін күйеуіммен ажырасқым келеді. Не істесем болады? Айтыңыздаршы. Қиын жағдай әрине. Дегенмен осы күні немерелеріне өсиет айтатын аталар мен ертегі айтатын әжелер жоқтың қасы. Мүлдем жоқ демеймін, әрине, бар шығар бірең сараң. Дегенмен пайғамбар жасқа келсе де бірде сүре жаттамаған апалар мен бата білмейтін аталар қайбір жартып ата ене болсын. Жай намазын жайып, 5 уақыт сәждеге маңдайын тигізіп, бір қолымен таспихын айналдырып, екінші қолымен немерелерінің басын сипап ақыл айтатын ата енелер көбейсін.